Және сәлем, сіздерменен YouTube Қазақстан SEOсы Абдулла Ергешбаев. 2026 жылы YouTube өзгерді. Бұл жай ғана кішкене жаңарту немесе мәзірдегі өзгеріс емес. Бұл YouTube платформасында қай видео рейдке шығатыны, ал қайсысы мүлдем шықпайтынын шешетін мүлдем жаңа жүйе. Қазір өсіп келе жатқан каналдардың көбі тоқтап қалады, әлде блокқа түседі. Ал кейбіреулері керісінше жарылып өсіп кетеді. Тіпті бірнеше ай ішінде 2 миллион жазылушы жинау қазіргі алгоритммен қиын емес. YouTube алгоритмі жақсы жағына да, жаман жағына да өзгерді. Егер сен осы ғана қағидаларды түсінсең, бұрынғыдан да тез өсесің. Ал егер түсінбесең, платформа сені жай ғана көміп тастайды. Сондықтан құлағыңды сал. Gemini жаңа қожайын. Ең үлкен өзгерістің бастайық. Шынында айтсам, мен мұны бірінші рет естігенде қатты таңғалдым. Енді YouTube алгоритмін жай ғана қарапайым кодтар емес, Gemini деп аталатын ақылды жүйе басқарады. Егер Gemini'дің не екенін білмесең, бұл Google'дың ChatGPT, бірақ одан әлде қайда ақылдырақ деп түсін. Қазір дәл осы Gemini сенің видеоларында тағдырын шешіп береді. Бұрын алгоритм неге қараушы еді? Тектерге, тақырыпқа және қаралым сағатына болды. Ал қазір Gemini сенің видеоңда кадр мен кадрға шейін көріп шығады. Ол әрбір сөзіңді тыңдайды, экрандағы жазуыңды оқиды, суреттерді талдайды және дауыс ырғағыңды тексереді. Егер видеоңда ирония немесе сарказм болса, ол мұны түсінеді. Видеоң күлкілі болса, оны да сезеді. Gemini тектерді оқымайды, ол контенттің өзін көреді де шешім шығарады. Енді сыртқы қаптама емес, видеоның ішіндегі өнім маңызды. Кіші каналдарға мүмкіндік. Ең қызық жері осы жерден басталады. Бұл кішкентай контент жасаушылар үшін соңғы жылдардағы ең үлкен мүмкіндік. Неге? Өйткені Gemini сенің видеоңды мүлтіксіз түсінеді де, оны нақты керек адамдарға өзі апарып береді. Ол видеоңда тақырыпты түсіндіруге, ол видеоңда тақырыпты түсінеді пікір жазатындарға және сенің ролигіңді соңына дейін көретіндерге ұсынады. Сондықтан қазір кішкентай каналдар бірнеше аптада миллиондаған қаралым жинап жатыр. Бұрын YouTube көп адасатын еді. Видеоны қате адамдарға көрсететін еді. Содан канал өліп қалатын еді. Енді олай емес. Жасанды интеллект контентті адам түсінбейтін деңгейде түсініп тұр. Trust score, сенім балы. Бірақ бұл жерде бір қауіп бар. Егер жүйе сапалы контентті тани алса, демек ол алдауды да бірден біледі. Қазір мыңдаған каналдар қателіктері үшін өшіріліп жатыр. YouTube'та қазір Trust Score деген бар. Бұл біздің өзімізде бар қарапайым кредитный история дейді бізде, егер білсеңіз. Кредитный балл. Бұл сенім балы. Кредиттік рейтинг сияқты. Егер балың жоғары болса, YouTube саған сенеді де видеоны рейдке шығарады. Ал сенбесе, каналыңды тірідей көмеді, блокқа тығады. Бұл сенімді қалай арттырамыз? Мысалы, сен жаңа пошта аштың, 10 минутта канал жасадың да, бір сағаттан соң видео салдың. Сосын күнде сала бердің, бірақ қаралым жоқ. Неге? Өйткені YouTube үшін бұл роботтың немесе спамердің ісі. Сондықтан ескі Gmail'дан қолдан YouTube премиум бар аккаунттарға басымдық беріледі. Ең бастысы канал трейлері.
көбі мұны істемейді. Бірақ трейлер арқылы сен YouTube'қа мен кіммін және не туралы айтамын деген сұраққа жауап бересің. Өзіңді түсіру процесін, монтажыңды көрсет. Бұл сенің сенім балыңды аспанға шығарады. Қорытынды, 2026 жылдың формуласы YouTube'да қазір кликтерді емес, көрермен рахат алғанын қалайды. Кликбейт керек, бірақ видеоның іші бос болса, Gemini сені жазалайды. 2026 жылы тек басқаларға құндылық беретіндер ғана ұтады. Видеода энергия, өзіндік хикая айту стилі болу керек. Егер көрермен видеоңды көріп рахаттанса, бұл YouTube үшін жеңіс. Ал YouTube жеңсе, сен де жеңіске жетесің. Каналға жазылуды ұмытпа, өйткені бұл нағыз практикалық білім. Сіздерменен YouTube Қазақстан CEO-сы Абдулла Ергешбаев.